Сәлем достар, бүгін песочный самса жасайтын боламыз. Өте дәмді, өте жұмсақ. Сонымен сіздермен бөліскім келеді. Олардың құрамына 500 грамм ұн, 200 грамм сары май, 2 жұмыртқа, біреуі қамырына, біреуі бетіне кетеді. Сосын қара бұрыш, тұз керек, сосын салқын су, сосын начинкасіне фарш немесе етті ұсақтап турап салса да болады. Сосын жуа, ұсақтап туралған жуа. Ал, кәне бастайық, достар. Бірінші ұнымызды електен өткізіп аламыз. 500 граммдай ұн керек. Ұнымызды електен өткізіп алдық. Енді 200 граммдай сары май немесе маргарин де бола береді, тоң майда бола береді. Осыны ұнмен бірге араластырамыз, немесе қаттылау болса теркіден де өткізуге болады. Осыны әбден араластырып аламыз ұнмен. Ұнымызды араластырып алдық. Пачкідегі сары май болса да, маргарин болса да, тоң май болса да бола береді. Енді оған бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Енді салқын суымызға бір стақан, тұзымызды, бір шай қасық тұзымызды салып, әбден араластырып, қамыр илейтін боламыз. Міне осындай қамырымыз шықты. Енді осы артық су қалатын болса, ол ештеңе етпейді. Мөлшеріне қарай құямыз суды. Енді осы қамырымызды 15-20 минутқа холодильникке начинкасын дайындағанша салып қоямыз. Начинкасіне туралған ет немесе фарш болу керек. Оған 2 жуаны ұсақтап турап, көбіктеп саламыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Дәміне қарай қара бұрышымызды саламыз. Дайын болып қалды. Енді аздап мұнысы сеуіп, қамырымызды бөлшектерге қазір бөліп аламыз. Қамырымызды өте жұқа қылмай 5 миллиметрдей қылып осылай илеп аламыз да. Сосын начинкамызды саламыз. Начинканы өздеріңіздің қалауларыңызға қарай мен кішкене көбірек саламын. Әркім әртүрлі қылып салады ол. Мен бірақ кішкене молырақ салғанды жақсы көремін. Солай жан-жақтарын бәрін бітеп шығамыз да. Ашылып кетпес үшін солай бәрін бітеп
шығамыз. Сосын шетінен бастап ішіне кіргізіп, осылай әсемдеп шығатын боламыз. Міне самсамыз да дайын болып қалды. Енді протеинімізге пергаментный бумагамызды салып, май жағуға да болады. Немесе менің самсам майлы болғандықтан мен май жақпай осылай салатын боламын. Немесе май жағып салуға да болады. Осылай салып, 500 грамм ұннан 15 шақтысы шығады, 30 шақтысы шығады. Мен 10 шақтысын дайындап жатырмын. Оны басқа күндері жасауға алып қоюға да болады холодильникке. Мен 10 шақтысын жасап жатырмын. Міне енді осының үстіне жұмыртқамыздың сарысын жағып шығатын боламыз. Сарысын бөлек алып қаламыз. Міне сарысын ажыратып алдық жұмыртқамыздың. Енді осыны самсамыздың бетіне жағып шығатын боламыз. Әбден тегістеп жағып шығамыз. Жұмыртқамыздың сарысын жағып шықтық. Енді осының бетіне кунжутымызды себетін боламыз. Қуырылған кунжуттың дәмі өте керемет. Өзіме ұнағандықтан кунжут себемін. Сіздерге де осылай жасауларыңызға болады. Міне кунжутымызды сеуіп шықты. Енді алдын ала самсамызды дайындап отырғанда духовкамды қосып қойдым. 180 немесе 200 градусқа қойып, самсамызды 35-40 минутқа пісіріп алатын боламыз. Міне самсамыз да дайын болып қалды. Өте керемет, өте дәмді. Міндетті түрде үйлеріңізде жасаңыздар. Маған қолдау білдіріп, подписаться етіп, тіркеліп кетіңіздер. Достар, келесі кездескенше.